Дүниетану. Сабақтың тақырыбы: адам өміріне ауа райының әсері. Адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Оқу мақсаты: ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Ауа райы дегеніміз не? Ауа райы дегеніміз ауаның белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай күйі. Ауа райы қандай болуы мүмкін? Ауа райы ашық, салқын, жылы, ылғалды, желді, жаңбырлы, қарлы немесе ыстық болуы мүмкін. Әр күні, әр тәулікте ауа райы әртүрлі болады. Өзің далаға шығып, ауа райының бүгін қалай болып тұрғанын аңғар. Қалай екен? Күн ашық па, әлде бұлтты ма? Жел бар ма, әлде жоқ па? Күн жаңбырлы ма бүгін? Жылы ма, әлде салқын ба? Міне, осындай табиғи құбылыстарды аңғар. Қазіргі кезде біз ауа райының болжамын теледидардан және радиодан, интернеттен алдын ала біліп отырамыз. Телефонымызға да SMS келіп тұрады. Ауа райы туралы бізге жер серіктері, яғни спутниктен хабар келіп тұрады. Арнайы мамандар бізге хабарлайды. Бұрынғы кезде теледидар, радио, спутниктер жоқ кезде аталарымыз ауа райын жұлдыздарға, айдың тууына, өсімдіктерге, жануарлар мен құстардың іс-әрекетіне қарап болжаған екен. Мысалы, қатты дауыл алдында тыныштық орнайды. Қар жауарда күн жылып кетеді. Ай шалқасынан туса, күн салқындайды. Қарлығаш жер бауырлап ұшса, жаңбыр жауады деген болжамдарды аталарымыз күнделікті тұрмыста біліп отырған. Соған қарай шаруаларын ретке келтірген. Оқулығыңдағы 81-ші бетке қара. Бұл Қазақстанның физикалық картасы. Картада көк түс суды білдіреді. Қоңыр түс тауды білдіреді. Жасыл түс жазықтықты білдіреді. Ал адамдар тауда да, жазық жерде де, өзен көлдің маңында да, шөл далада да өмір сүре алады. Олар сол жердің табиғат жағдайына байланысты бейімделеді. Шөл далада өмір сүретін адамдар жерден терең құдық қазып, жер асты суларын пайдаланған, мал баққан. Тауда мал бағып, аң аулаған. Өзен көл маңында егін егіп, балық аулап күн көрген. Оқулығыңдағы 82-ші, 83-ші беттерді өз бетімен оқып, біліміңді толықтыр.